Mine, mamaның келіп отыр. Қазір былай істейік. Барып орнына керек, көреді, өзі түсіреді. Заң бойынша білесін. Лицензия дұрыс берілді ме, берілмеді ме? Ең бірінші содан бастайық. Фабрика жағынан бұл кісілер айтып отыр. Мейлі, қазір болмаса салмайық. 10 километрге кетейік. Оғанда да екіліп, тоқтаңыздар. Қазір міне, бұл жерде біз бәріміз заң бойынша жұмыс істейміз. Енді мен бұдарға қазір міне, мен ешқандай құқым жоқ қазір мен міне, халықты жақтауға, бәрін, ең бірінші бәріміз тұрған халықпыз. Бірімізді дұрыстап тыңдауымыз керек. Енді біз заңдан қалай да кетеміз қазіргі жағдайда. Осыларға түсініңіздер. Қазір міне, болмау, ештеңе болмайды деп, бүгін мен айта алмаймын. Сол үшін мына жерде сіздер қазір өздерің шешім шығарасыздар. Толқыбар Сансарбаев, сіз айтыңыз, тексересіз, шешім шықты ма? Міне, Толқыбар Назархан, және айтып отырсың ғой өзің. Кірдің, айттың деп. Қазір бұл кісілер өзі тексеру жасап отыр. Сотқа бұл кісілер бере алмайды, сотқа сіздер бере аласыздар. Сіздер беріңіздер. Ешқандай не жоқ. Ол жақта заң бойынша жұмыс істеуіміз керек. Сол үшін қазір енді қанша даулассақ та... Юрист бар ма, юрист? Государственный вышестоящий орган может подать в суд на нижестоящий орган. Суть вопроса, вот смотрите, даже вы проведете, салам алейкум, осы ауылдың тұрғындары енді өзін ауылдың тұрғанда есептеп отырмын да уже, осы келген қызметкер адамдар енді. Мына жерде мәселе оңай емес, бәріміз заң. Ол қазір тексеріп шығасыз, ол заңды түрі болып шығады. Бүкіл документтер тексеріп шығасыз, ол заңды болып түрі шығады. Ең біріншіден мақсат, ең біріншіден мейір деп отырсың. Мейір контрактте отырды. Ең біріншіден, меніңше заң бойынша енді, мына контрактты сот арқылы, немесе мейір, немесе біз, халық, прокуратура арқылы, сіз, әкімшілік біргедім, сол контрактты бұзу көріп. Екіншіден, мына жерде мынандай дау шығып отыр. Ол мүмкін осы жерде ғана, бүкіл мүмкін Қазақстанда мүмкін сондай нәрселер шығып жатыр. Өйткені не үшін? Өйткені заң казгидропользование кәдімгідей жұмсатып жіберді. Бүкіл кісі ала алады лицензияны, старатель емес, сондай бүйтіп, бірақ артынан ең жаманы, енді бүкіл ол нәрселер заңды түрде істелінген. Артынан сол деген бір-екі нәрсе болып қалды. Енді болып қалды. Бәріміз солай сөйтіп шыға келеміз, айта саламыз халыққа. Сол үшін мейір, разведка болсын, добыча болсын, ең алдына заңды түрлі депутат па, Сайыров па, заң ішіне кіргізу керек. Прокуратура жазсын, акиматтар жазсын, мейір жазсын, инициатива жазсын да, ең бірінші осындай разведканы тексерген кезде халықтың ең біріншісі рұқсат болу. Ең біріншісі, содан кейін осындай дау, сендер ондай нәрсені жасамайсыңдар. Олар бүкіл үкіметтердің нәрселерін жүріп шығар, рұқсаттарын алып алады, сендерге қағаз бересіңдер. Өздерін айтып отырсыңдар, біз Астанадан, облыстан, біз келе алмаймыз мына жақта. Біз көріп отқан жоқпыз, не болып отқан. Халықтың өйткені жағдайын сіз білмейсіз. Сіз әрине қағаз бойынша, не бойынша олар бәрі түзу болып шыға келеді. Сіз рұқсатты бересіз. Сіздің енді ол өйткені заңды түрлі. Сол үшін мен айтып отырмын, егер де разведка беретін болсын, әр нәрсе болсын, любой нәрсе, мысалы сіз жерде, мен неше рет айтып отырмын, магазин ауыстырайық деп жатсыздар, үйдің магазин, ең бірінші жердің целевойын ауыстыру үшін, вывод из жилого фонда в нежилой, что нужно? Общественное собрание, смежные соседи. Ең бірінші содан басталады. Әкімшілік ең бірінші қағазын содан басталады. Протоколдан. Ендеше сендер берген кезде сондай нәрсені бірінші адамдардан рұқсат ұстап протокол болу керек. Бірақ ол протокол мынандай не емес ана. Болды, мынандай нәрселер болды. Қағаз ретінде, қол ретінде қойылып тұрсын. Сол мәселе сіз қазір тексеріп шығасыз. Бәрі заңды түрде болып шығады. Мен 100% берем, солай болады. Әрине, сіз тексересіз, ертешкі инспекция тексереді, прокуратура болсын тексереді, әкімшілік тексереді, заңды түрде болып шыға келеді. Ол нәрсе сондай. Сол үшін өзгеріс жасау керек.
Сіз инициатор болу керексіз. Өйткені айтасыз. Мысалы, мен сізге айтып отырған жоқпын енді. Сіздің орган. Шығыс Қазақстанда сондай дау болып шықты. Президентке шықты ондай нәрсе. Бүкіл интернет сол туралы шулап жатыр. Енді ол дұрыс қой негізінде. Сондай өзгерістер бірінші жасап алу керек. Мына жайында мысалы, сіз мына контрактты енді тоқтата алмайсыз, біліп отырмын. Бірақ енді сотқа беру керек. Енді халық міне дау көтеріп отыр, бізге добыча да керек жоқ. Добыча керек жоқ. Фабриканы жарайды, ол фабрика ол бөлек. Рабильно-сортировочный комплекс салсады, ол бөлек уже. Слушание өтті, бәрі етті, сізге рұқсат берді, сіз оны рұқсатын бере салыңыз. Все, істей беріңіз. Олар соны жасап жатыр қазір, ДСК-ны. И бірақ добычаны жасайды деп жатыр енді. Олар бірінші разведка жасады. Енді сіз қарап отырсыз добычаны. Енді добычаны шығару керек. 250 мың жылына тонна шығару керек бізде. Бірақ контракт бойынша олар 10 жылға кетпекші. 10 жылдың ішінде 250 мың тоннадан шығарып отыру керек сол руданы. Бірақ сіз не көріп отырсыз? Халық қарсы соған. Сол үшін добыча береміз бе, бере алмаймыз ба? Сол заңды түрде сол жерден бастау керек. Демесе тоқтату керек соны. Добычаны бермей қоямыз деп. Қазір разведка берді, қарады кісілер. Мен ана жерде экономический нелерді көрдім, 65 миллион. Мысалы, сіз маған айтыңызшы, қанша пайда үкіметке түседі? Осы алтын қазушылардан. бір жарым миллиард сіздің үкіметке түседі. Жалақы кімге? Үкіметтің адамдарға жалақы қайдан түседі? Маха на русском. Мәселе олай емес. Бізде заңда көп тесіктер бар. Сол қазір айтып отырмын, сол тесіктерге бәрі былай, ана жерден былай бұрып, мына жерден былай бұрып, конституциямыз бір жерде жабық. Ол ең основной закон бізде, жер астындағысы негізі бәрі халықтікі. Бірақ оны үкімет жүргізеді, сөйтіп жазып тұр. Содан кейін кетті былай заңдар. Былай бере беріңдер, разведкаға бере беріңдер. Разведка ең басында енді халықпен келісу керек. Ең біріншіден сол заңды түрлеп кіргізіңіз соны. Солай болу керек.